аңсар мекені. Шайтанкөл негізгі аты Әулиекөл. Бұрында орыстар 1824 жылы келгенде осы жерге Шайтанкөл деп ат қойған екен. Қарама-қарсы тұрған жартасты көріп тұрсаңыздар, сол жерге крест қойған. Мынау орыстардың Михаил деген попы темірден омбыдан 1905 жылы крест қойған екен. Осы көлді освящать етіп, осы көлдің атын Чертов озер деп орысша аударып қойған екен. Негізгі аты Әулиекөл. Бұл Шайтанкөл Қарағанды облысының қасиетті мекендерінің тізіміне кіреді. Теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте орналасқан. Енді осы жерге келіп Сырбай Мәуленов жырлаған бұл жерде Шайтанкөл туралы Сұлу Шашбай әмесін Совет Мұқанов 1964 жылы келіп осы жерге жазған екен. Серік Ақсұңқарұлының Шайтанкөл туралы шығарған Аққулар мекені деген өлеңі осы жерде дүниеге келген екен. Шайтанкөл ақындарға, жыр аққуларға мекен болған қасиетті көл. Қазақстанның киелі жерлер картасына енген. Шайтанкөлді көргенде арманда, көрмегенде арманда. Қасиетті жердегі, қасиетті елдегі көлдің аты Шайтанкөл деп аталғанмен, негізіндегі тарихы, әрідегі тарихы ел аңыздарындағы ол Әулиекөл.